Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен видео артында отқан бұл мен Нурик және де өлке жыл рубрикасының 14-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоны тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен Фамаға спиди яхта алатын боламын және де Фамаға екі түрлі машина қосатын боламын және де басқа да қызықтар болды. Сондықтан видеоны өткізбей до конца қараңдар. Алдыңғы видеодағы 500 теңгелік конкурстың жауабын осы видеода айтатын боламын. Давайте достар, осы видеоға кемінде 55 лайк жинап тастайық, сол кезде келесі видео сразу шығатын болады. Ал енді біз бүгінгі видеомызды көпке созбай тезірек бастайық. Бүгінгі видеоның басын мен алдағы керемет менің подписчиктерімнің подаркаларынан бастайтын боламын достар. Мына жақта маған Ибрахим хан дейтін бала дәл осындай, яғни одежда магазинде 300 мың рублей тұратын скинді берген болатын. Ибрахим хан, сен бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахмет. Мына жақта трейд арқылы Еламан, яғни менің главный замдарымның бірі 100 мың рублей берген болатын. Сонымен қатар Ерам Мырзабай тоже главный замдарымның бірі тағы да 100 мың рублей берді. Сосын дәл жаңағы Ерам Мырзабай, машинаға ақша керек болғасын 300 мың рублей берді. Сосын Панел Кинг деген бала дәл осындай скиндарды берген болатын. Сонымен қатар мен Бамжа кейстан 90 мың рублей түсіріп алдым. Біздің Фамаға жаңадан Вембо E38 алайын деп жатырмын. Мінекей 1 миллион 300 мың рублейге. Фамадағы Ерамен, дәл осы жерге МЧ жасауға келген болатынбыз. Уже біз заказ алып қойдық. Мінекей көріп тұрғандарындай, қазір осы нелерді, прогрездерді 8-ге, потом 15-ге, в общем, әрнесінде әртүрлі болып кездеседі. Соның бәрін апарып тастайтын боламыз және де біздің заказ бітетін болады. Өзіміздің алғашқы заказымызды бітірдік және бізге ол үшін 11 мың рублей берген болатын. Енді біз дәл осы командамен, заказдар қарайтын боламыз. Біз пока бірінші рангпыз. Енді бірінші рангқа нормальный бір жақында тұрған заказды таңдау керек болады. Өздеріңде көріп жүрген шығарсыңдар, яғни Духа, бізде Духа ютубер, Таганрог серверіне келген болатын. Және де ол біздің Алаш Empire фамамызға кірді, чтобы осы фаманы до конца дамыту үшін достар. Сендерді дәл осы фамаға шақырамын. Егер сендердің оригендарың 4-ші левел болса, сендер осы біздің фамамызға кіре аласыңдар. Біз мінекей достар, өзіміздің келесі заказымызға да келіп қалдық достар. Енді бұны да дәл сондай тезірек бітіріп тастайық. Арада уже 5-6 сағаттай өткенін байқап тұрған шығарсыңдар. Уже біздің қолымызда 860 мың рублей және де біздің артымыздағы кетқан осы сары машинадағы бала біздің жеке охраннигіміз. Яғни охранник дегенде қалай достар? Бұл бізді андай соғып кететін машиналардан қорғайтын болады. Біз в общем ана машинамен жолда келе алмағандықтан, яғни ол бір жерге тіреліп қалды ма, в общем сондай болып қалды. И қазір біз дәл осы машинамен, жаңағы баланың машинасымен осы жерге келіп, осы заказды до конца бітіріп тастайтын боламыз. Жаңа айтқан болатынмын, арада 5-6 сағат өтті де, біз уже 5-6 сағаттың ішінде, в общем, МЧСтен 2-ші рангқа өтіп кеткен болатынбыз. Енді 5-6 сағат деп айтпаймын, общий. Бұның алдында жалпы біз көп рет МЧС жасаған болатынбыз. Но, біз уже 2-ші рангпыз.
Өздерің көріп тұрғандарындай уже далада түн болып кетті, яғни Black Rush'да жалпы түн болып кетті. Өйткені біз, біраз демала тұрып, түнгі 2-лерде ма кірген болатынбыз. Көріп тұрғандарындай дәл осы жерде, әлі менің қасымда Ерам Мырзабай бар. Дәл осы жерде біз осыларды қазір өшіретін боламыз. Мінекей, прогресті 15-ке апарып тастау керек. Уже біз жаңағы заказды бітіріп тастадық. Біздің қолымызда 900 мың рублей, және де дәл жаңағы заказды бітіргеніміз үшін бізге почти 20 мың рублей берген болатын. Өздерің көріп тұрғандарындай бұл уже келесі күн, біздің қолымызда уже 3,4 миллион рублей достар. Бұл 3,4 миллион рублейді қайдан алды деп жатсаңдар, мен казиноға досымыз екеуміз барып, сол жақтан досымыз екеуміз көтеріп алған болатынбыз. Осы Фамада бар, яғни менің подписчикім Балғынбек Ханов деген бала, маған дәл осы ВМ-ны подарить етем дейді достар. Көріп тұрғандарындай уже мен реакциямды білдіріп қойған болатынмын. Қазір бұның абонентін қабылдайтын боламыз. Менің машинамды өзінің машинасын таңдаған болатын. Көріп тұрғандарындай безоплата абонентті басатын боламыз. Бүгінгі видеоны көріп отсаң, саған Балғынбек үлкен рахмет. Әрине рукасын алуды да ұмытпаймыз. Дәл жаңағы маған осы ВМ-ны подарить еткен бала, яғни Балғынбек Ханов маған трейд қабылда деп жатыр. Мінекей уже трейд жіберіп қойды. Көреміз достар, қазір бізге не беретін достар. Уже бізге мына жаққа достар ақша қойып отқан сияқты, по идее достар. Қазір достар, мінекей достар, бізге 100 мың рублей берген болатын. Бүгінгі видеоны көріп отсаң, үлкен рахмет. Өздерің көріп тұрғандарындай, қазір біз Сталинг центрға баратын боламыз, чтобы бұның алды артын тонировка жасау үшін, және де тағы да егер қосылмаған заттар болса, яғни Стропас кофе, дальний цвет деген заттардың бәрін қоятын боламыз. Бізде ары қарай өте ұзақ болғандықтан мен бұл жерлердің бәрін 3x-пен өткізіп жүретін боламын. Уже біз достар Сталинг центрға келген болатынбыз. Қасымыздағы бала түсіп кетсін. Мінекей енді кузовты басып дәл осы жерге кіретін боламыз. Так достар, бұл жақта цвет өзгертудің қажеті жоқ, сондықтан цветіне тиіспей қоямыз, онсыз да көк цвет. Енді біз осы машинамыздың алдын тонировка жасайтын боламыз. Мінекей 0 цвет. Көріп тұрғандарындай дәл осы 28 мың рублейге сатып аламыз. Енді бізде бұл жақта стропоскопия қойылған ба достар, әлі қойылмаған екен. Достар, біз мына жақтан енді бірінші несін таңдай салайық. Өйткені осы более ұнап тұр өзіме, сондықтан дәл осыны сатып алатын боламыз. Енді дальний цвет жоқ болғандықтан 10 мың рублейге дальний цвет қоятын боламыз. Достар, уже бітті достар. Достар, мен артын бояуды ұмытып кеткем, яғни артына тонировка жасауды. Бұл бізде ешқандай проблема емес, сондықтан біз дәл осы жерге кіріп, дәл осы нені 0-ге апарып тастайтын боламыз. 28 мың рублейге сатып аламыз. Көріп тұрғандарындай енді прямо әдемі болды, яғни внешкасы келді десем де болады. Ал бізде келесі кезекте дәл осы машинаға спорт және нитро қоятын боламыз, өйткені бұл қатты жүру үшін, яғни мен бұны Фамаға қазір қосайын деп жатырмын. Қазір достар, мына жерге меткаға барамыз бірінші. Біздің қасымыздағы бала түсіп кетсін, сосын барып кіретін боламыз. Ең алдымен бізде мына жерде көріп тұрғандарындай тонировка дегенді басамыз, бірінші деталын қоятын боламыз. Мінекей спорттың бір деталі достар 71 мың рублей тұрады. Барлығына примерно айтқан кезде достар бізде 400 мың рублейде кететін болады. Мінекей көріп тұрғандарындай примерно айтқанда бір
360 мың рублейдей кетеді достар осы бесеуіне. Мінекей тағы біреуін қоятын боламыз. Достар, енді тағы біреуін, содан кейін соңғысын қоятын боламыз. Мынау достар, енді біреуі, соңғысы мінекей достар, дәл осы бізде соңғысы. Так, мінекей қойып тастадық. Енді біз бұған әрине нитросын саламыз, яғни нитро 10x. Мінекей қазір бізде бұл нитро 10x 71 мың рублей тұрады екен. Өзіміздің вемімізға спорт және нитро қойғандан кейін бұл машинаның біз скорсын тексеретін боламыз. Көріп тұрғандарындай уже 200-ден асып кетті, және 250 достар 300-ге бара ма достар? Көріп тұрғандарындай достар, бізде 302 мен 301-дің арасында жүріп тұр. Жаңағы алған вемімізді дәл осы жерге қазір парковать ететін боламыз, яғни біздің фамада дәл осындай 4 машина бар. Мінекей парковаться етілді. Енді біз чатқа кар деп жазып, добавить в автосемью деп, бұны фамаға қосып қоятын боламыз. Және де әрине бұл вембаның ранкын бізде екінші ранк қылып қоятын боламыз. Спиди яхтаға слот жоқ болғандықтан дәл осы Чирокиді 750 мың рублейге сатып жіберейін деп жатырмын. Қазір бізде продайтты басып жүреміз. Егер бұл қабылдаса, қабылдады, продайтты басып жібердік. Біздің қолымызда 3 миллион 400 мың рублей. Спиди яхта сататын бала таптым. Ол біздің фамадағы Берта дейтін бала, яғни бұл менің тоже подписчигім. Көріп тұрғандарындай Чанге Про фамасымен бұның айдин теру арқылы бұған қазір обмен жасайтын боламыз. Ең алдымен мен өзімнің машинамды таңдайтын боламын. Мінекей машина, өзімнің дәл осы машинам. Достар, енді ананың машинасын таңдаймыз. Көріп тұрғандарындай мына жерге өзімді доплат ететін қылып, яғни 3 миллион 100 мың рублей қоятын боламын. Содан кейін барып обменді басатын боламыз. Мінекей достар, мен уже 3 миллион 100 мың рублейді қойған болатынмын, және де обменді басса просто сюда достар. Көріп тұрғандарындай уже фамаға достар спиди яхта қосылған болады. Достар, осы спиди яхтаны сатқан балаға, яғни Бердаға бүгінгі видеоны көріп отырсаң үлкен рахмет. Өйткені мен 3 миллион 100 мың рублейге вообще мынандай спиди яхта таппайтын едім. Өзім жаңадан бері неден іздеп көрген болатым, яғни VIP чаттан. Өйткені барлығы ол жақта достар бізде 3 миллион 600 мың рублейге сондайға сатып жатыр екен достар. Мінекей жаңағы біздің спиди яхтамызды шығарып алатын боламыз, және де мен мына жақтан тупить етіп, бұның фамаға қосатын несін таппай жатырмын. Қараңдар мінекей. Бұныкі бізде машина сияқты емес, яғни машинаны қосқандай бұны қоспайсың. Көріп тұрғандарындай мінекей достар, уже біз фамаға спиди яхта қосқан болатымыз. Енді әрине бұның ранкын түсіріп қоятын боламыз. Так, мінекей екінші ранкқа қойып қоятын боламыз. Мен сендерді дәл осы Алаш Empire фамасына шақыратын боламын. Яғни бұл фамада әзірше біздің осы автопарк. Көріп тұрғандарындай видеоның басында таныстырып өткен болатынмын. Егер таныспасаңдар, қазірде таныстырып кететін боламын. Және де біздің фамада айтып кеткендей спиди яхта бар. Біздің фамада спиди яхта болғандықтан бұл жақта доступтары да, ранктары да нормальный ценада тұр достар. Бізде доступ сатылмайды, өйткені менің подписчиктерім ол тегін. Ал ранг болса достар, екінші ранг сатылатын болады. Екінші ранг бар жоғы 50 мың рублей. Ал бұл фамаға кіруді білмесеңдер, чатқа дәл осылай FF 382 деп жазатын болсаңдар, дәл осы біздің домымызға метка қойылып беретін болады. Метка қойылып бергеннен кейін достар, сендер маған Telegram немесе ВК жазатын болсаңдар, яғни мен келіп тұрмын фамаға қосшы десеңдер, мен сендерді фамаға қосатын боламын. Достар, бізде бұл фаманың автопаркын сендерге таныстырып өтейін. Мінекей спиди яхта екінші левелда тұр, және де қалған машиналарды уже айтып кеткен шығармын. Мінекей достар, біз уже видеоның соңында да келіп қалдық, және де біз видеоның соңында 500 теңгелік конкурстың жауабын айтатын боламыз. 500 теңгелік конкурсты ұтқан бала дәл осы Нұрдәулет деген бала, яғни Нұрдәулет, сен бүгінгі видеоны әрине көресің деген ойдамын. Ал көріп отсаң, менің Telegram личкама жазсаң болады, чтобы жаңағы ақшаны аударып жібер деп. Яғни мен саған міндетті түрде ақшаңды салып жіберетін боламын. Видеоны аяқтамастан бұрын мен сендерге бір маңызды зат айтқым келіп отыр, яғни менің каналымда 81% адам 5 подписка көреді екен достар. Давайте, егер менің каналыма тіркелмегендер болса, каналыма тіркеліп, және осы видеоға лайк баспағандар болса, лайктарымды басып, және өздерінің кереметтей комментарияларында жазып кетіңдер. Бүгінгі видеода сендермен бірге болған мен Нурик. Бәріңізге пока-пока, чао.